Мен Перизат, мектепке алғаш келген күнім көз алдымда. Біз кішкентай, әріпте танымайтын, қолымызда кішкентай гүл ұстап, жүрегімізде толқын мен үмітке толы бүлдіршіндер едік. Сол сәтте бізді сыныптың табалдырығында күлімдеп қарсы алып, әрқайсымыздың қолымыздан ұстап, қорқынышымызды сейілткен біздің аяулы ұстазымыз Зәурен Нәсіпқалиевна болатын. Сол сәттен бастап бізге тек әріп пен санды үйреткен жоқ. Бізді мектеп өмірінің ең алғашқы қадамына жетеледі. Сүрінгенімізде демеу болды, қуанғанымызды бірге қуанды. Жетістіктерімізге шын жүректен шаттанды. Осы 4 жылдың ішінде біздің сыныбымыз үлкен отбасыға айналды. Әр оқушының туған күні сынып болып аталып өтетінбіз. Сол күндері әр бала өз мерекесін асыға күтеді. Ұстазымыз бізді біріктіріп, қуанышымызды ортақ етіп, сол күндері ең жылы естеліктерге айналдырды. Біз түрлі жарыстарға қатыстық. Қандай нәтиже болса да, ұстазымыз бізге сенім артып, алға жетеледі. Жүлде алсақ та, алмасақ та, бізді ортаға шығарып, мақтап, алғыс білдіріп, шабыт берді. Біздің алғашқы әріпімізді үйреткен, алғашқы сөзімізді жаздырған, алғашқы шығарма жазуға жетелеген дәл осы Зәурен Нәсіпқалиевна еді. Ұстазымыздың әр сөзі бізге өмірлік сабақ болды. Ол бізге тек білім ғана емес, адалдық пен мейірім, ізгілік пен бір-біріне қолдау көрсету деген қасиеттерді үйретті. Біз 4-ші сыныпта оқимыз. Алдымызда әлі талай асу бар. Бірақ бізді осы жолға бастап сенім мен батылдық берген ұстазымыздың еңбегін ешқашан ұмытпаймыз. Біз ұстазымызды ұстаз ғана емес, әрқайсымыздың қамқоршы анамыз деп білеміз. Оның мейірімі мен шыдамдылығы бізге қанат бітірді. Зәурен Нәсіпқалиевна, сіз бізге әр әріпті үйреткенде болашағымыздың іргетасын қалап жатқаныңызды білдік. Сіз біздің қуанышымызға қуанып, әрқайсымыздың жүрегімізге үміт сыйладыңыз. Сізге айтар алғысымыз шексіз. Ұстаздың еңбегі мәңгілік қазына. Біз сізді әрдайым мақтан тұтамыз. Жүрегімізде мәңгі сақтаймыз және жақсы көреміз. Апай, сізді ұстаздар мерекесімен құттықтаймын.